Так, 636 бөлінген 6 бөлгішті біздер бірінші, яғни оң жағынан бастаймыз, көбейтіндіде біздер сол жағынан бастаймыз. Енді бөлінгіш бізде 6 болғандықтан жүздіктен бастаймыз. 6 мен 6, яғни неше жердегі 6 болады. Бір жердегі 6 мен 6-ны айырмасы 0. 0-ді жазбайым, келесі санды түсірем. 3. Енді нешені 6-ға көбейткенде 3 немесе оған жоқ сан 0. 0-ді 6-ға көбейткенде 0 болады. Яғни кез келген санды 0-ге көбейткенде 0 болады. 3-тен 0-ді азайтқанда 3 кішкентай, сол себептен 6-ны түсіремін. Нешені 6-ға көбейткенде 36 болады. Яғни 6 жердегі 6 36. 36 мен 36-ның айырмасы 0. Яғни 106 шықты.